Ағылшын тілінде imperatives деген тақырып бар, ол күнделікті разговорный английскийда өте маңызды. Яғни біреуге бұйрық бергіміз келсе, команда бергіміз келсе, немесе өтініш айтқымыз келсе, немесе керісінше бұл нәрсені жасама деп запрет қойғымыз келсе, қалай айтамыз, сол туралы түсіндіреді. Өте оңай, мысалы, біреуге бұйрық бергіміз келсе, бар болғаны етістіктің бірінші формасын айтамыз. Мысалы, ұйықта деген sleep, оян деген wake up, аш деген open. Ал егерде біреуге өтініш айтқымыз келсе, дәл осы етістіктің бірінші формасының алдына немесе артына please деген сөзді қоса саламыз. Сонда ұйықташы өтініш деген sleep please. Аш өтініш деген open please. Ояншы өтініш деген wake up please. Және соңғысы запрет қойған кезде бұл да өте оңай. Бар болғаны етістіктің бірінші формасының алдына don't деген сөзді қосамыз. Сонда ұйықтама деген don't sleep. Оянба деген don't wake up. Ашпа деген don't open. Бұл ережелер өте оңай болғандықтан, осы сәттен бастап сіз өмірде қолдана аласыз. Бар болғаны жанына object қоссаңыз, более естественно естіледі. Мысалы, open деп айтқан кезде жай ғана етістік қолданбай, open the window деп, яғни нақты терезені немесе есікті аш деп нақты объект қоссаңыз, более естественно естіледі. Егер пайдалы болса, парақшаны қарап шық, бұндай ақпараттар өте көп.